Жапырақтың бүлір суы, топырақтың астынан чешет маниялардан кечіп, ер үстіне чыққа ве инсанға өмір бере. Қырым-татар халқы да өз тарихының мешақатлы ұяларından кечіп, асырлар бойы сақланып келе. Мен де айле тарихымыздың биян етменге қартанама мұражат етем. Торыншығым, милетімізді қағыр күндер көрген, инсан таш олса да ирежек. Мен саңа анамның бабасы Яя Әжі Қартбабамның қорантасы ақында икайы етмеге істейім. Қартбабам қорантада үш аға қардаш екенлер: Эмраме, Ситислам ве Яя Әжі. Олар Кезді вилаятының Қайманшы сельсоветіні Байболат көйінде яшағанлар. Көйлерінің ады Болат деген барлықлы адамның намына қойылған. О адам көйде күйі қаздырған, yollar ясаған, мұқтаж адамларға әрдайым ярдым қолыны ұзатқан. Көйінің башы олған. Яя Әжі Қартбабам көй молласы олған. Аға қардаш евленіп, шу көйде яшағанлар. Ситисламның қорантасы 5 жандан ибарет еді. Апайы Эмине, қызлары Элме, Хатиже ве Эдайы. Эдайы татам 1929 сенесі март 15-те дүнияға келген. О 3 яшында олғанда анадан өксіз қала. Бабасы евлене ве татам оғы ана еліне қала. О вақыт нышанды олған Элме татам Кезлі вилаятының Қырқчолпан көйінде яшаған ола. Ақайға шыға. 29 сенесі Қырым көйлерінде раскулачывыне башлай. Екі аға қардашны мал мүлклеріні машиналарға yüklеп, контор тарафқа алып кетелер. Өзлеріні Новосибирскіге yollaylar. Қоранталары Аллах yoluna қала. 6 айдан соң Яя Әжі Қартбабама Новосибирскіден Ситисламдан мектеп келе. Ағам менің балаларыма көз құлақ олыңыз дей. Апайым оғы ана оларыны дарқатып юбермесін. Мен қысмет олса қайтарым. Яя Әжі Қартбабам о вақытта кешінген ола. Чоққа бармастан Новосибирскіден да бір мектеп келе, екі аға қардаш 9 күн ішінде жан бергенлер. Аллахның рахметінде олсынлар. 41 сенесі Элме татамның ақайыны женкке алалар. Әле бұл күнгеже өлісі тірісі ақында хабер жоқ. Элме татам 2 баласы ве қайнанасымен көйлеріне қайтып келе. 44 сенесі майыс 18 халқымыздың башына келген фажия ер тітіретіп, епімізді яқып юқып, евлерімізді, мал бүлклерімізді тартып алып, 15-20 даққа ішінде төшеклерден тұрғызып, түфеклерінен қорқытып, дышарыға шығаралар. Құйы янында топлап, ашсыз сусыз тұтып, қарандық түшкенде машиналарға yüklейлер ве Кезді демір yoluna кетіріп, мал ташыған вагонларға yüklеділер. Пойыз ішінде отырмаға дегілде тұрмаға білер ер жоқ. Қартлар дуа оқи, бала чаға ағылай, ерке су деп қышыра. О қара күндеріні тәсвір етмеге мүмкін дегіл. Вагон ішінде жан берген инсанлар, қартлар ве балаларының дешетлі ағлаулары, станцияларда поезд көпшеклері түбінде қалған инсанлар да ола. Ашсыз, сусыз 20-25 күн дегенде Мирзачул голодный степ деген ерге кетіріп түшірелер. Памық тарлалары янында пенжересіз, қапысыз, тобан төшілген барақларға ерлештірелер. Мысырбоғда япрақларыны чувалларға толдырып, төшек ястық япайдылер. Саба таңдан ақшам қараңғашы памықта çalışалар. Яғмыр яғғанда евіміз су ішінде қала еді дей. Bir күн памық тарласынан қайтқанда күшті яғмыр яға, чамырдан аяқларını zorмен көтеріп аламай Хатиже татасы, «Кадам мені тұт» деп қолына таяна ве шу жерде қылып жан теслим ете. Эдайы татам оғы анасы, Элме татасы, оның 2 баласы, қайнанасы Ажмелек берабер яшайлар. Ашлық ашамаға ши жоқ. Эдайы татамның оғы анасы алтын сырғаларыны, брош гипшлер құшақларыны алып, Көнші базарына кете. Yolda қаршысынан бір қаш адам шығып, еліндегі шилеріні көтеклеп алалар. Аналары ағлай-ағлай евіне қайта. Шу күні геже ода кечіне. Ашлық беласından баласыны құтармақ үшін Элме татасы Сейт оғлыны деддімға бере. 2 күнден соң оғлыны көрмеге барса, өлісіні шығарып берелер. Ағлай-ағлай евге келе. Қызы Гүлнара елшіклеріні төпеге көтеріп, мамай деп көздеріні юма. 2 баласыны тачкаға қойып, су янында өз елдерінің мезар қазып көме. Евіне кіралмай, азбарда терек түбінде есіні жойып ята. Геже ұшып яна, евге кірсе, ағыр ятқан қайнанасы, «Қызым, мені де шу су янына көмерсін, зыбынымнен берабер» деп айтаве, чоққа бармай жан бере. Қайнанасыны тачканен су янына алып барса, балаларының мезарından iz bile қалмаған. Шакалар мезарны
тегіслеп ташлаганлар. Тақатсызланган қатын не япсын, мезар қазып қайнанасыны да көме. Енді ағламаға көзінде яшта қалмаған. Шашқан ана ғарип сүйреліп евіне кіре. Көрежек күнлері бар екен. Яваш-яваш өзіне келе, аяққа тұра. Шу вақытта Ташкент текстиль фабрикасына вербовка япа екенлер. Елме татам да yazılıp kete. Tekaran çalışıp Edayeni de yanıma alırım dey. Lekin alıp olamay. Kandidaturayı vermey. Çoqqa barmay elme tatamda keşine. 60. senatçı Edaye tatam Mambet degen adamga Akayga bara. Olar 3 evlat koreler. Mustafa, Müjdaba ve Eşref. Edaye tatam endi 89 yaşında. Ana vatan toprağında 30 sene yaşamağa kısmet oldu. Endi 7 torun, bir torundan torun var. Hepsi tatlı muhabbet yaşaylar. Şükür, sağ selametimiz, bir-birimizge barıp kelemiz. Ölgenlerge Allah rahmet eylesin, kalganlarga sağlık, selametlik, uzun tatlı ömür versin. Allah Teala böyle günlerini düşmanımızga bile göstermesin. Cennet toprağımızın çakrakları derya deniz olsun. Toprağımız bereketke olsun. Milletimizge ana vatanımızın sahibi olmağa kısmet etsin. Amin balam.